Келесі тақырыбымыз жүктіліктен сақтану, яғни контрацепция әдістері. Контрацепция бізге не береді? Бірінші, бұл жоспарланбаған жүктіліктен сақтану. Екіншісі, өз денсаулығыңызды қорғап, қалаған уақытыңызда дені сау, балалы болу мүмкіндігін береді. Ал контрацепция не үшін қажет? Жасанды түстіктің алдын алу, жыныстық жолмен берілетін инфекцияның алдын алу және жүктілікті жоспарлау. Контрацепцияның бірнеше түрлері бар. Механикалық, оған мүшеқап кіреді. Химиялық, оған спермицидтер кіреді. Гормоналды, табиғиға күнтізбелік және үзілген жыныстық қатынас кіреді. Жатырішілік, шұғыл контрацепция, хирургиялық контрацепция тәсілдері болады. Енді ең алғашқы айтатынымыз бұл механикалық контрацепция тәсілі еркек мүшеқабы. Жыныстық қатынас алдында қозып тұрған еркек мүшесіне кигізілетін жұқа латекстен жасалған кішкене қапшық. Егер мүшеқап дұрыс кигізілсе және жыртылмаса, шәует шыққан кезде мүшеқаптың ішінде қалса, нәтижесі ұрық дамуына мүмкіндік берілмейді. Жыныстық қатынас арқылы берілетін жұқпадан, соның ішінде АИТВ жұқпасынан сақтайды. Адамдардың көпшілігіне қолайлы келетін ең қарапайым әдіс, дұрыс қолданған кезде қажетсіз жүктіліктен қорғау мүмкіндігі өте жоғары. Еркекке бала көтертпейтін құралды қолдану жауапкершілігін жүктейді, жанама әсері жоқ деуге болады. Ал кемшіліктеріне келетін болсақ, сирек жағдайда латекске аллергия болуы мүмкін. Кейбір адамдардың пікірінше жыныстық қатынас ләззатын сезінуге көмектеспейді. Мүшеқапты тек дұрыс қолданғанда ғана қажетсіз жүктіліктен және жұқпадан қорғайды. Мерзімі өтіп кеткен, не бүлінген, не жыртылған мүшеқап жыныстық қатынас кезінде шешіліп қалуы, жыртылып қалуы мүмкін. Келесі механикалық контрацепция түрі бұл әйел мүшеқабы. Нәтижесі жоғары емес әдістердің бірі. Бірақ бұл әдіс тек дұрыс қолданған жағдайда ғана АИТВ жұқпасына және жыныстық қатынас инфекцияларынан қорғайды. Ерлердің мүшеқабы сияқты тосқауыл контрацепция. Ол жұқа полиуретаннан жасалған, екі жағында пластмасса шығыры бар, қонымды орналасатын қапшық. Артықшылығы: дұрыс қолданған кезде жыныстық қатынас арқылы берілетін инфекциялардан, соның ішінде АИТВ-дан қорғайды. Жыныстық қатынастан 8-10 сағат бұрын қынапқа кіргізу мүмкіндігі, жатыр мойны обырының пайда болу қатерін төмен болады. Дұрыс қолданған кезде ол қажетсіз жүктіліктен дұрыс қорғай алады. Латекске аллергиясы бар адамдар қолдануына болады және қолдануын әйелдер қадағалайды. Кемшіліктері: Қазақстанда сатылмайды. Бірінші, жыныстық қатынас кезінде қолдануға болмайды. Қалай дұрыс кигізілетінін білу қажет. Еркек аталық мүшесінің қынаптағы мүшеқаптан тыс жерге кірмеуін қадағалау қажет. Жыныстық қатынас кезінде өзгеше дыбыс шығуы мүмкін. Келесі контрацепция тәсілі бұл химиялық контрацепция. Оған спермицидтер кіреді. Олар гель, крем, пена, тығынды дәрі, яғни свечи, таблеткалар, пленкалар түрінде болады. Әсер ету уақыттары әртүрлі. Басқа контрацепция әдістерімен бірге қолданған жағдайда әсері жақсы. Артықшылықтары: кейбір жыныстық жолмен берілетін инфекциялардан сақтайды. Сатып алу үшін дәрі қағазды қажет етпейді. Денсаулыққа зиянсыз, үнемі қолдануға болады. Қан мен ана сүтіне араласпайды, яғни емізу кезінде қолдануға болады. Тек жергілікті әсер етеді. Тиімділігін жоғарлату үшін басқа контрацепция түрімен қолданған дұрыс. Қосымша майлауды қамтамасыз етеді. Кемшіліктері: тығын дәрі, таблетка немесе пленкаларды қолданған кезде жыныстық қатынасқа түспес бұрын 15 минут күту керек. Әр спермицид үшін көрсетілген уақытқа дейін душқа түсуге болмайды. Әдетте 6 сағатқа дейін. Көбік, желе, крем енгізуге арналған аппликаторды әр қолданыстан кейін жуып тазарту қажет. Аллергия қаупі қынаптағы қышу, қызару сезімдерін тудыруы мүмкін. Ал енді гормоналды контрацепция. Бұл әйел жыныстық гормондарының синтетикалық аналогтарын қолдануға негізделген овуляцияны гормоналды тежеу үшін арналған контрацепция әдісі болып табылады.
Оның мақсаты овуляцияны тежеу, яғни аналық жасушадан аналық бездің шығуын тоқтатады. Жатыр мойны шырышын қоюлатады. Бұл да сперматозоидтардың өтуіне қиындық туғызады. Жатыр қуысындағы шырышты қабықты өзгерту арқылы ұрықтанған жұмыртқаның жатырға бекінуіне кедергі келтіреді. Гормоналды контрацептив түрлері аралас және гистогенді болып бөлінеді. Аралас олар оральды, қынап сақиналар, пластырлер. Ал гистогенді оған минипилий, инъекциялық, имплантант түрінде қолданылады. Артықшылықтары: етеккір жүйелі түрде өте қарқынды болмай әрі ауыртпай келеді, безеу саны азаю мүмкін, жыныстық қатынаспен байланысты емес, ұзақ қабылданған кезде жатыр мен аналық без обырының алдын алады. Дені сау, темекі тартпайтын әйелдер үшін осы дәріні етеккір үзілісіне дейін қабылдауға болады. Дәріні тоқтатқаннан кейін бала көтеру қабілеті бірден қалпына келеді. Дұрыс қолданған жағдайда жақсы қорғайды. Кемшіліктері: жыныстық жолмен берілетін инфекциялардан, соның ішінде АИТВ-дан қорғамайды. Таблеткаларды күнделікті қолдану қажет. Қабылдауды алғашқы 3 айда жанама әсері болуы мүмкін, яғни жүрек айну, төстің ауруы, көңіл күйдің өзгеруі, бас айналу, ауру, етеккір арасындағы ауырсыну болуы мүмкін. Қан аралас сұйықтықтың пайда болуы және 35 жастан асқан шылым шегетін әйелдерге қабылдауға болмайды. Сонымен қатар, қыздардың көп қорқатын бұл артық салмақты қосуы мүмкін. Және де екпелі және имплантант түріндегі гормональды контрацептив түрлерін Қазақстанда алу мүмкіндігі шектеулі. Келесі контрацепция түрі бұл жатырішілік серіппелер немесе спиральдар. Олардың 2 түрі болады. Біріншісі гормональды, екіншісі құрамында металы бар. Гормональды спиральдарды көбінесе қандай да бір ауруларды емдеу мақсатында қолданады және оның бағасы жоғары. Ал металы бар, яғни күміс, алтын және мыс құрамдас серіппелерді әйелдер көп қолданады және бұл бала туғаннан кейін қолданатын контрацептив. Жатырішілік серіппе металл бұранда сыммен қапталған, Т пішінді, О пішінді және әртүрлі пішінде болатын серіппелерді айтамыз. Олар жатыр ішіне енгізіледі. Артықшылығы: жатырішілік спиральдар олар 5 немесе 6 жылға қойылады және қойғаннан кейін ұмытып кетсеңіз болады. Жыныстық қатынасқа кедергі келтірмейді, нәтижесі өте жоғары. Серіппені алып тастағаннан кейін бала көтеру мүмкіндігіңіз қайттан қалпына келеді. Ал кемшілігіне келетін болсақ, серіппе жыныстық жолмен берілетін жұқпалардан, соның ішінде АИТВ-дан қорғамайды. Етеккір әдеттегіден ұзағырақ және көбірек келуі мүмкін. Серіппені салған кезде және алған кезде аздап ауырсыну болады және бұны сіз өздігінен сала алмайсыз, тек дәрігер салу қажет. Контрацепцияның ең төмен және де тиімді емес тәсілінің бірі бұл күнтізбелік әдіс. Бұл әдісті жасөспірім қыздар және де менструальды циклы ретсіз әйелдер қолдануға болмайды. Тиімділігі өте төмен және барлық қолдану ережесін сақтаған кезде ғана іске асуы мүмкін. Етеккір циклының ішінде бала көтеру мүмкіндігі жоғары кезеңде жыныстық қатынасқа түспеу қажет. Бұл күнтізбелік әдістің принципі осы. Артықшылығы: жанама әсері жоқ және әйел өз денесін, өз тәнін тануды үйренеді. Гормонды немесе механикалық сақтану әдістерін қолдану қажет емес және қалаулы жүктілікті жоспарлауға мүмкіндік береді. Кемшіліктері: жыныстық жолдармен берілетін инфекциялар, соның ішінде АИТВ инфекциясынан қорғамайды, тиімділігі өте төмен, етеккір циклы жүйелі түрде келген кезде ғана тиімді болып саналады және 40-тан асқан немесе жасөспірім қыздарға қолдануға болмайды. Өз денеңізді күнделікті бақылауды талап етеді. Ай сайын жыныстық қатынастан белгіленген күндері бас тартуды талап етеді.
Және тиімділігі төмен контрацепция түрі табиғи контрацепция түрінің бірі тоқтатылған немесе үзілген жыныстық қатынас. Тиімділігі төмен тоқтатылған жыныстық қатынас бұл эякуляцияның алдында ер мүшенің әйелдің қынабынан түгелдей шығарып алу. Бұл шәуеттің қынапқа түсуінен сақтайды және жүкті болу ықтималдығын азайтады. Артықшылығы жанама әсері жоқ, қолданылуы оңай және тегін. Ал кемшілігі бұл ешқандай инфекциядан қорғамайды, тиімділігі төмен, жыныстық ләззат алу мүмкіндігі төмен болады және жыныстық қатынасты қадағалау керек. Бұл ер адамға үлкен жауапкершілік. Келесі контрацепция түрі бұл шұғыл контрацепция таблеткалары. Қорғалмаған жыныстық қатынас болған жағдайда 48-72 сағат ішінде қабылданатын таблеткалар. Одан асып кеткен жағдайда бұл әсерін көрсетпейді. Бұны тек сирек жағдайда қолдану керек, себебі бұл гормональды таблеткалар. Артықшылығы ұрықтануға қарсы әсер көрсетеді. Таблетканы неғұрлым ерте қабылданса, соғұрлым оның әсері жоғары. Қорғалмаған жыныстық қатынас болған жағдайда жарамды. Бұл әдіс ешқандай алдын ала талдауды не зерттеуді қажет етпейді. Кемшіліктері: жыныстық жолдармен берілетін инфекциялардан, соның ішінде АИТВ-дан қорғамайды. Жүрек айну, құсу, жүйесіз қан кету, төстің ауырсынуы, бас ауыру, айналуы сияқты жанама әсерлер көрсетуі мүмкін. Соңғы контрацепция түрі бұл хирургиялық, яғни стерилизация, әйел стерилизациясы және еркек стерилизациясы. Бұл хирургиялық жолмен жүзеге асыратын контрацепция әдісі болып табылады және оның мәні сперматозоидтар мен босаған аналық жасуша өтетін түтіктерді тежеп тастау болып табылады. Қию, байлау болып табылады. Ерлер стерилизациясы бұл хирургиялық жолмен жүзеге асырылатын контрацепция әдісі. Оның мәні шәует шығаратын түтікті екі жағынан кесіп тастау. Нәтижесінде шәует эякулятқа бөлінбейді. Осымен 8-ші сабағымыз тамамдаймыз. Назарларыңызға рахмет.